Қадірменді көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Ендеше студия төрінде қонақта. Сонымен қымбатты көрермен, қонағымызды таныстырмастан бұрын тамаша осы эфирімізге байланысты тақырыппен сіздерді таныстырсам деп отырмын. Ұлыбритания мемлекетінде 2021 жылы өткен әлемдік Golden Time Talent жобасында өзіміздің қазақстандық қос бірдей Темірлан Олжабаев және Ернат Наурыз есімді қазақтың қара домалақ ұлдары бас жүлде, яғни гран-при жеңіп алған болатын. Ол жігіттер бірінші этапта, бірінші турда қазақ күйлерінен попури орындаса, екінші турдың қорытындысымен Вивальди есімді әлемді керемет композитордың времена года циклінен домбырамен керемет импровизация ойнап шығып, 68 ел қатысқан дүбірлі додадан бірінші орын, яғни бас жүлдені жеңіп алған. Сол өзіміздің қазақи, кәдімгі қазақтың киелі қара домбырасын арқалаған. Демек, дәл осы тақырып төңірегінде қазір әңгіме өріп кететін студиямыздың керемет қонағы ақын, суырып салма импровизатор, шоумен, асаба Бекжан Бөртебаев мырза бүгін студиямызда қонақта. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, тамаша. Өздеріңізде? Керемет. Шүкір Аллаға, уақыт бөліп арнайы келгеніңізге үлкен рахмет. Таңертең тұру қандай қиын екен білеміз, асабалар қауымына. Бәрі жақсы, иә? Қанбай қалу. Жоқ, бәрі жақсы. Қандай жоқ, ендеше қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кембіра, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қазақтың киелі аспабын арқалап кеп отырсыз. Енді анау көп сөзден көрі бір іс жасап жіберген дұрыс дейді, бірден осы домбырамен Бекжан не істей алатын көрейік. Көрейік онда. Негізі бұл домбыраны үйреніп тартуыма үлкен септігін тигізген негізі үлескер анам. Мамам баяғыда орысып жүріп, баламыз ғой енді. Сонда орысып жүріп домбыраны тартқызып қоятын. Тарта аласың ба, тарта алмайсың ба, қызық емес ол кездері. Тартасың деген әңгіме болса. Онда сол аналардың құрметіне арнап берейік онда бірінші енді. Тамаша, әрине. Өз балаңнан артық бала бар мана, мәз боласың жарай қалсам шаруаңа. Теңіздерден кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Теңіздерден кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Аруанашым, сенен қуат алайын, алдым сенен атар таңның арайын. Сенің ғана жанарыңда тұратын, мейіріміңді қайдан ғана табайын. Сенің ғана жанарыңда тұратын, мейіріміңді қайдан ғана алайын. Ой, тамаша. Қандай керемет, аналарымыз аман болсын деген бойынша осы домбыра тартуды қолға алғызған, үйренуді қолға алғызған анаңыз аман болсын. Анама рахмет көп, иә. Ол қай кездер еді, неше жаста едіңіз сол кезде? Бастапқыда бірінші класстан негізін төртінші классқа дейін өлең айтып жүретін тұғым. Домбыраға қатты бір қызығушылық болмайтын, бірақ әкем тартатын көретін тұғым. Сонда баламыз ғой, енді ойда ештеңе жоқ. Әйтеуір даңғырлатып қойым арасында балалықпен. Кейін барып бір 5-ші классқа қарай, 5-ші сыныпқа қадам салған кезде сол кезде басталды ма? Басталды. Анаңыз мүлдем қатысы жоқ өнерге?
Жоқ, анам негізі өзі өлең айтады. өлең айтады, бірақ жаңағыдай өз алдына. Сол кісіден дарыған деп ойлаймын негізі әншілік өнеріміз. Негізі аналардың көбісі әнші болмаса да, ол үрдіс кез келген отбасыда бар ау деп ойлаймын мен, себебі біздің де бала кезімізде мамамыз есіктің алдын сыпырып жүреді, немесе тамақ істеп жүрген кезде баспадым жардың шетін құлайма деп, қалаулайлым деп ұрып жүретін кездер есімізде бала кезден. Бірақ Абай атамыздың бір сөзі бар ғой, өнерге әркімнің ақпар таласы деген сияқты. Сол себептен бір өнерменен жалпы қазақтың қанында бір тектілік негізгі ұғым бар сияқты. Қазақ пен өнер бір-біріне алыс емес дүние. Керемет. Енді анаңыз үйретті, 5-ші сыныптың жобасында домбыраны, сонымен әрмен қарай Бекжан не істеді? Жарыстар, қалалық жарыс, халықаралық жарыс. Домбыраны қатырмады деді. Тым қатырмай Бекжан қайтып домбыраны орнына апарып қойды. Жоқ, неге қатыстым, бірақ енді жаңағыда айтып отырмын, балалықпенен ол кезден футболға қатты құмартатынмын өзім негізі. Футболға қатты құмартатынмын, сонда домбыраға барамын деп қашып кетіп футболға барып сол жақта жүретін. Кейін бірақ сол анамның жаңағы айқайыменен әйтеуір домбыраны қолға алып, ұстаздардан барынша сабақтар алып, бір нағыз бір майталманы, бір профессионал деп айта алмаймын, бірақ негізінде әйтеуір өзімше бір үлесімді қосуға тырысамын. Түрлі әйтеуір бір сәттер келген кезде өзім қатты жақсы көретінмін, әсіресе өлеңдер болып отқан кезде бір фантазияны қосып, таңғарлатып, бір краска беретін моменттерді көп өзім негізі жақсы көремін. Сондай мәселе бар. Жаңа Асхат ағамыз, әріптесім айтып өткендей, бір шетелге шығып, орын алды деп жатты. Сол жерде сіз қандай өлең орындаңыз? Мен емес. Сіз емес, мен емес. Шетелге шығып орын алған Бекжан емес, ол басқа ағаларың. Бекжан мырза осы Қазақстанның біраз жерінде орын алған. Содан кейін шетелге барып орын алайын бұйыртса, Аузынан бекер шықпаған ғой менің. Құдай қаласа барып орын аламын деп, алыс шетел ләжі болса, алысқа Өзбекстанға барып бір орын алып келсем ба деп жүр Бекжан. Соның өзі бір мақтаныш. Бұл енді қазақтың домбырасы енді шетелге тағы да бір атын шығарып жатса, ол әрбір қазаққа мақтаныш шығар. Мен солай қалыптастырамын. Әрине. Қазіргі таңда біз өзіңіздің бір жеке мектебіңіз ашып, немесе шәкірт тәрбиелеу деген жағынан қалай қарайсыз? Сұрайды негізінде көп әлі күнге дейін. Бірақ енді тағы да айтайын, енді шынымды айтсам, маманы емеспін, нағыз. Небір мықты негіз өнерпаз жігіттер, дарынды қыздар, жігіттер бар. Бірақ мен өзім айтамын, мен өзім әлі шәкіртпін, мен өзім әлі оқушымын. Білгеннен білетінім көп, үйренерім көп. Әкеңіз ойнайды дедіңіз, жалпы әкеңіз сол өнер саласында бір қатысы бар, немесе өзінің сіз сияқты солай үйреніп алған? Негізі әкем кезінде оратор болған. Ораторлық қасиеті болған. Одан кейін жаңағы жастарменен жақсы жұмыс жасайтын құрдастарынан, анамнан естіп отырамын жалпы. Әкеміз өзі бүйтіп көп сөйлей бермейді маған қарай. Бізде сәл тәртіп басқаша. Бірақ жаңағыдай құрдастары бар, анамыз бар, сол кісілерден қандай жаңағы жастық кезіндегі импровизациялары айтатын, жастарменен бір сөйлесуге, қоғаммен байланысы деген сияқты. Сондай әңгімелерді айтатын. Содан жұққан шығар деп ойлаймын, негізінен асабалық жағы. Шоумен ұстасы деген. Өзіңіз сол асаба тоймен айналысасыз? Жалпы кез келген халықтың көңілін көтеретін. Той саласында бірінші күн жүрген азамат емес. Білеміз Бекжан мырзаны. Көп жерде той саласында бір жұлдыз болып, жағып, жандырып жүрген жігіттердің бірі. Енді көп нәрсені сөзбен емес, ақындық өнері, суырып салмалығы керемет Бекжан мырзаның. Сол жағынан бір сізден сұрайық. Сабинаға қарап тұрып, түріңе қарап тұрып ұра береді ғой. Эфирге кеп отқанға шаттанайын. Деуде? Дәл сіздерде жақсылармен мақтанайын.
Бағымызға орай міне қадам салып келіп қалдық. Өз бетінше көңілменен шаттанайын. Сабина қыз қолға салып жатсаң егер, ал енді өлеңдерді ақтарайын. Ей, еуде. Жарықты қабағынан ай керілген, аумайды абай сүйген әйгерімнен. Осылайша өзіңе теңеу айттым. Ортамызда балбұл жайнап деп тұрмын сай көрінген. Кешегі Брэд Питттің жүрегін жаулап алған деп қояйын Сабинаның Анджелина Джолидан қай жерге. Құлаққа басын деп ұстап тұрайын. Жүзінде шіркін жүзінде нұрланған шіркін мына жүзі болсын. Қашанда шоқтығы биік гүлі болсын. Сабина қыз Анджелина Джоли боп үлгіргенше, қасыңыздағы асекеңде Брэд Питттің бірі болсын. Осылай өлеңдерді осылай сіздерді де елейінші. Төкпелеп ойымдағы өлеңді төгейінші. Бәрінен бұрын отырар телеканал ұжымына мың рахмет. Сіздерді ойымменен елейінші. Көп сөз бастан бір тиын деп ал ендеше. Отырардың көрермендеріне канал жайлы бір өлеңімді арнап келген айтып берейінші. Көрермендер болып жатқан мінеке эфиріңді, айтарым сол көңілден өшірмеші. Қазақстанда телеканал көп, соның бәрі бола берсін отырардың көшірмесі. Отырар оригиналсын саған, халық илансын саған. Қолы жете алмай біз сияқты қонақтар эфирге кіріп кету үшін қатты қиналсын десең. Тамаша. Ақындық өнері. Орындау, иә. Ақындығыз. Асаба жайдақ, Бекжан мырза негізі бойдақ Сабина. Негізі бұл жалпы кей жерде енді осылай өлең айтып, жаңағыдай қазір айтамын да енді. Қазір жалпы көңіл күйменен жүретін адамдардың саны аз ғой, бүйтіп байқасақ болғанда. Сол себептен көп жерде жаңағыдай бір мағынасы терең, мазмұнды жырларды да сұрайды. Бірақ оның өзінің майталмандары орындаған жақсы. Өйткені небір мықты жыршылар бар, ақын жандар, азаматтар бар, азаматшылар бар. Олармен санасамаймын, бірақ та осылай бір кей кезде халықтың бір қасымыздағы бір отырған кезде де адамдардың көңілін сәл көтерсек те үлкен бір қуанышқа кенелеміз өз басымыз. Сол себептен осылай бір қиыннан қиыстырып деп айта алмаймын, бірақ оңайдан кестіруге болатын әдетіміз бар. Ақындық қасиетіңіз қай кезден бастап дарып, немесе өзіңіз қай кезден бастап осылай қызығушылығыңыз пайда болды? Шынын айтайын, баяғыда мектеп оқитын кезімізде сол бір күні өтірік өлең деген бір не болды бізде сыныпта. Сондай негіз болды бізде тұратын, иә. Сөйтіп жаңағыдай енді сәл де болсын импровизацияң бар ғой деген сияқты. Өзім негізі сәл әзілге жақын солай болатын. Класста да, сыныпта да апайлармен жиі әңгімелесетін тұғым. Бекжан мырза, сөзіңіз білін есіме түсті. Шегірткеге міндім де, мойныма мылтық ілдім де, оң қасқырды бір оқпен атып алдым бір күнде деген. Сол тақырыптар ғой. Иә, дәл өзі. Сол тақырыптар. Мен соларды бір оқыдым да, сонымен бір өзімше өтірік өлең шығарып көрейін дедім. Шығарып көрдім. Кейін арада бір уақыт өткеннен кейін барып, анам жаңағыдай газетке шығаратын тұғын. Соны алып қапты да, жаңа баламның алғашқы несі деп. Мектеп бітірер уақытта ғой. Ананы оқығаннан кейін, в общем, мен ақын емеспін деп шештім. Неге олай айттыңыз? Есіңізде ма сол қазір? Сол ұйқас болмағаннан кейін есіме шығып қалыпты менің шынымды айтсам. Бірақ жаңағыдай құмартылатын тұғын, айтыс көретін әдетім бар тұғын. Содан кейін ба мүмкін бір ұшқыны тиген шығар, бірақ мен өзімді ақын деп айта алмаймын негізінде, бірақ қызығам. Бізге бірақ енді біздің енді сферамызда ол өте үлкен керекті нәрсе негізінде. Өйткені сөз табу деген оңай нәрсе емес. Сөз тапқаннан кейін де ол көңілге ұнамды болу керек.
сол сияқты мәселеден бір грамотно, әдемі, жақсы бір әсерлі сәтті қалдырып көңіліне сөйтіп шығып кеткен жақсырақ та. Сол кездегі жазған өлеңіңіз ақын емеспін деп шештім деген сұр бұлт сусу қаптайды аспан, басқан жер сықырлап келіп қалды жар деген сіздің емес пе еді? Жоқ. Соған бірақ сәл автор сіз емес пе? ертең болашақта сізге ұсыныс түсіп жатса осылай ақындық қасиетіңізді көріп, осын ары қарай Айтысқа өрбітіп шығу. дамытып, айтысқа шақыруға осылай жастар арасында жоқ, мен жаңағыдай қуана ондайға, мен жалпы негізі ақындармен де жақсы байланыстамын. Бірақ бәрібір білесіз бе, негізі мынау таза табиғатынан болған ақындардың қасында бәрібір мыс деген болады. Ол мысы бәрібір басып жібереді. И сол себептен жаңағыдай ақын көретін болсам, мен құрмет жасап отырайын. Бірінші құрмет жасаймын. И сол себептен сол кісілердің, сол мамандарының жақсы негізі орындары бар ғой енді осы. Күндердің бір күнінде келесі айтатын ақындардың жұбы Бекжан Бүртебаев пен Айнұр Тұрсынбаева қарсы алыңыздар деп отса таңғалмаңыздар дейсіз ғой. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Ешқашан деп айтпа дейді ғой. Сол секілді. Тамаша, сол күндерге жете берейік. Енді қазақтың киелі қара домбырасына оралсақ, жалпы домбыра тарта білу, бала күнгі менің де арманым болған. Сен жаңағы бір жақсы жерің анаң қолап домбыраға бар десе, мен әкем наоборот үйге кіргізіп отырғызып қоятын. Нең бар, отыр үйде, ана тірлік істе, мына тірлік істе деп. Сол домбыра бермейді, ол кезде бір қиындау заман еді ғой біздің балалық шақ. Тем более ауыл жерде өсеміз. Сонымен жаңағыдай кеңес күйі бірдеңке ерке сылқым сіз ойнап көрсеңіз. Сыныптастар барады. Сөйтеді де үйренеді де келіп сабақтың арасында үзіліс кезде қоңырауда тартып отырады. Бүгін мынандай үйрендік, сольфеджио дегені бар, мынандай үйрендік деп келеді. Содан беш деп қайталап кеңес күйін білеміз бас жағын. Деген жерден бұл тоқтап қаламыз да. Сонымен енді жасымыз қазір 30-дан асып кетті. Сөздің шыны керек. Жалпы көрермендеріміз домбыра тарта алмайтын, бірақ жаңағыдай мен сияқты бір жүректе қалып кеткен бала күнгі арманы қаншалықты қай жаста үйренген дұрыс, немесе мына жастан ассаң уже ай аға кешіріңіз, сізге уже қиындау деген сияқты сіздің ойыңыз қандай? Жақсы сұрақ. Бұны мен жай кезде де көп жерде домбыраны әшейін бүйтіп ұстап отқан кездерде де сұрайды ондайларды. Көп сұрайды бізде. Мен енді айтамын, негізінде ол шын ынтасы бар адам ондайға қарамайды, жасқа қарамайды. Біріншіден жасқа қарамайды, екіншіден домбыра бәрібір жаңағыдай айтып отырмыз, ол қазақпенен бір егіз ұғым болғандықтан, ол бәрі қазақтың қанында бар нәрсе деп айта аламын. Бір оқиға болды. Бір күні бір жиынға бардық, бір мерекелік кеш. Сонымен жаңағы бала өзі негізі шетелге оқуға түсіп, сол жақта жаңағыдай шетел болып кеткен ғой, енді ондайлар бар ғой, жасыратын ештеңесі жоқ, айта берейік те. Сонда жаңағы домбыраны көрді, менде домбыра бір табылып қалды сол жерде, бір әйтеуір тыңғырлатып көрейінші деген сияқты. Мен негізі домбыра тартып сәл настроениемді көтеріп аламын. Сондай бір әдетім бар. Сонда жаңағы қызықты да өзі келіп. Сонымен не керек бүйтіп байқат, сонымен домбыра деп шет жағасын айтып түсіндіріп бердім. Бола ма қатысуға үйренуге, бола ма деген кезде мен өз айтатын, сол жауапты мен айтамын әлі күнге дейін. Қазір үйірмелер көп, мектептер көп, ұстаздар да көп. Шүкір, сол жандарменен жақындап біліп алсаңыздар, біріншіден уақыт ешқандай қажет етпейді. Екіншіден менің жасым келіп қалды деген әңгіме жоқ. Одан кейін кейбір ер азаматтар бар, қолым қатып қалған еді. Сондайларды қайтеміз деген сияқты. Жоқ, ондайға қарамайды. Егер шынменен қызығатын болсаңыздар, қолдарыңыз, саусақтарыңыз өзі-ақ жібіп кетеді. Содан кейін жаңағыдай айтайын, сол жігіт арада бір жарым жыл өткеннен кейін ғой, бір жарым жыл өткеннен кейін әпкесімен бір жерде тағы да жолығып қалдық. Сол кезде жаңағыда айтып жатыр да, рахмет сізге осындай деп. Танымай қалдым, білмей қалдым, не болып қалды, тыныштық па десем, осындай менің ініме жол сілтеген екенсіз деп айтып қалды да. Сол кезде мен қуанып, содан бастап көзім жеткені бар. Жол сілтегеніңізге рахмет, қазір інім Беташарда жүр деген жоқ. Бет ашып жүр. Жоқ. Америкада. Жоқ. Қазір бір соңғы естігенде осыдан бір карантиннің алды еді ғой енді ол кезде,
Астанада деген, Астанада бір маман әйтеуір бір салада жұмыс қызмет атқарып жатыр деген. Домбыраны тастамайды деген әңгімесі бар. Тамаша, мына енді эфир уақытымыз өкінішке орай шектеулі болғаннан кейін соңына жақындап келе жатыр. Енді жалпы тақырыбымыз, бүгінгі басқосу себебіміз қазақтың киелі қара домбырасы болғандықтан ән шашуларыңыз шашып жатсыз, жыр шашуларыңызды үлкен рахмет. Енді бір күйден қысқаша жіберсеңіз. Аттың басын жіберіп, Вивальди времена года болса да болады. Ондайларда бүйтіп не ететін шығармыз енді. Бірақ енді күй көрейік. Бірден айтайын, менің күйден берген апайларым болатын жандар көріп отырсаңыздар, кешірім сұраймын. Ұрыспаңыздар. Ұрыспаңыздар. Көрейік. Кеш жатып еміз. Ашпаңыздар, әлі бар ғой. Енді Байгел тамаша, олай болса Бекжан мырза, уақытымыз енді шынымен өз шарықтау шегіне жетті. Қазір мына камераға қарап, бізді көріп отқан көрермендерімізге сәлем жолдасаңыз, өзіңіздің бір жалпы осы өнер саласы, домбыра жайында өзіңіздің бір ұсынысыңызды айтсаңыз, мархабат. Барша жалпы көрермендерге тағы да сәлем, жалынды сәлем болсын менен. Баршаларыңызға тек қана шаттық, жақсылықты тілеймін. Ең бастысы мен түсінгенім жалпы көп жерде біз тілемейді екенбіз, бірақ сол нәрсе негізі адамға ең керекті нәрсе екен, жүрек тыныштығы деген. Дәл жүректеріңіз тыныш болсын. Бұйыртса осы бір егерде көрермендердің арасынан домбыраға деген бір ынтасы сәл де болсын ашылып жатқан жандар болса қуаныштымыз. Ең бастысы құрметті ата-аналар, ұлдарыңыз, қыздарыңыз домбыраға егерде қызығушылығы бар болатын болса, бетін қақпаңыздар, өнерге қарай икемдесеңіздер, ол біраз жерден біраз жетістікке қол жеткізіп сіздерді түбегейлі алдырмайды. Баршаларыңызға көп-көп рахмет. Сәттілік. Үлкен рахмет Бекжан мырза, эфирімізге келіп қонақ болғаныңыз